Dostlar, bizga сообщение qaytaribdi, bizga ответ qaytaribdi. Mana сообщение, bir сообщение kelgan do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Mening atim Cherpo. biz bugungi videoda top 1 blogerga biz сообщение yozатын bo'lamiz. Men qaysi javob berishni bilmayman. Biroq bu videoning qalay paydo bo'lganini bilsangiz kerakmi? Endi shu bu shag'ingina videolarni ko'rsangizlar bari tushunlikli bo'ladi. Endi bizga yetdik. Let's go. Qarabishim men edim, notebook qarab o'tirgan edim. Biroq serverdek ketdi. Biroq avraymag'an kedergi bo'ldi. So'dan so'ng men o'z do'stimga xabarlashdim. Biroq u telefonini ko'tarmadi. Звонда. Ko'tarmayman, по-любому. Sonra men iyice o'ylanib o'tirib, ma'nan bir ideya kelib Agar biz top 1 blogerga сообщение жіберетін болсақ, олар бізге ответ qaytarama. Biz осы видеороликте білетін боламыз. Ендеше біз кеттік. Let's go! Бастамастан бұрын өздеріңізге шай істеп алыңыздар. Dostlar, егер не жейтіндеріңізді білмей жатсаңыздар, Главное, хота жеп қалмасақ болды. ендеше біз видеоға кеттік. Бізде бірінші блогер, ол бізде NNN. Ол жайлы мәліметтер менде аз, бірақ мен сіздерге барынша мәліметтер жеткізіп отырсам. NNN'де бізде 4,5 миллион кіші бар. Ол қазақстанский блогер, Қазақстанның ең танымал блогерлердің бірі. Ол бізде өз машинасын өртемекші болған. Оның машинасы 90 миллион теңгелік машина ол. Онай машина емес. Оның машинасы Mercedes GT деп аталады. Бірақ бұл онымен қоймай адамдарға ақша таратып, iPhone сыйлап, неше түрлі сыйлықтар сыйлайды. Сондай қасиеттің арқасында ол бізде өте танымал және абыройлы адам десек те болады. Сол үшін мен осы блогерді таңдаймын деп шештім. Егер дайын болсаңыздар, біз оған сообщение жіберуді бастаймыз. Ендеше мен сообщение жібердім, сообщениеде былай жазылған болатын. Ассалаумағалейкум, мен блогермін. Атым Зеб YouTube. Біз қазір танымал адамдардан подписчиктеріне ответ береме деген видео ролик түсіріп жатырмыз. Соған сізден сұрайтын, ответ берсеңіз деп жазып жіберген болатын. Ендеше ответ береме, оны кейінірек білетін болғанбыз. Ал біз оған дейін батыста да блогерлерге, танымал адамдарға жаза берейік. Ендеше бізді келесі адам, ол бізде еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа жазатын боламыз достар. Ендеше біздің сообщениеміз дайын, оны тек аламызда жібере саламыз. Қалай ойлайсыздар достар? Бізге ответ бере ме? Комментке жазып кетіңіздер. Елесімізде Қайрат Нұртас. Оны бәрі біледі деп ойлаймын. Әнші, ендеше біз соған жазатын боламыз. Обязательно подписаться етеміз, отправить сообщение деньги кіреміз да оям копировать еткен нәрсені отправить. Достар, мен бұдан да бөлік жұлдыздарға жіберген болатын. Ол бізде Алишер Қонысбаев, Марат Оралғазин, Ақалық, Қоянбаев Нұрлан, Сека Вайнас, Төреғали Туралы және Серік Ибрагимов. Достар, енді түсіністікпен қарайсыздар деген ойда әрқайсына бөлік істейтін болсам, ол бізде 10 минутқа дейін созылып кетеді видео. Сол себепті мен барынша қысқа әрі қызықты болып істеуге тырыстым. Видеоның көп шықпай кеткен себебі бізде интернет нашар. Бір видеоны жүктеу үшін бізде 5-6 сағат кетуі мүмкін. Сол себепті видеоның монтажы бар. Монтажы 5-6 сағат тоже сонша уақыт кетеді. Оның бәрі түсіспен дарайса деген ойдамын. Біз ендеше кеттік. A few moments later. Dostlar, bizde 22 saatinde bırak diye қандай да блогер бізге жауап берген жоқ. Dostlar, білем, оларға күнне миллиондаған сообщение келеді. Бізді көру мүмкін емес.
Biz soндықтан бәріміз жұмылып, подписчигімізді көбейту керек. Сол кезде бізде олармен сөйлесуге деген мүмкіндік пайда болады. Видеоның соңынан мына өлең мен аяқтағым келеді.